жылы қазақтың аса көрнекті ағартушы педагогы, жазушы, этнограф, фольклоршы, қоғам қайраткері Ыбырай Алтынсариннің туғанына 180 жыл толады. Ыбырай Алтынсарин қазақ халқының ағартушылық тарихында және ұлттық мектебінің қалыптасуында терең із қалдырған тұлға. Педагогтың мерейлі мерейтойы Қазақстан бойынша атап өтілмек. Біздің мектебіміз 1964 жылдан бастап ұлы педагог Ыбырай Алтынсариннің есімін алып келеді. Өз заманының беделді адамы, тұңғыш педагог Ыбырай Алтынсарин қазақ елі үшін өшпес мұра қалдырды. Өнер білімнің қандай жолға апаратынын, қандай мақсатқа жетелейтінін сол кезде түсінген дара ұстазы қазақ балалары үшін ашқан әрбір мектебі балаларды білім-нәрмен сусындатып қана қоймай, тәрбиені де қоса бере білген. Қазақ хрестоматиясы оқулығы қазақ балалары үшін білім көзі, нәрі болды. Өлеңдері мен әңгімелері тәлім-тәрбиеге толы. Алтынсарин қазақтың жарық шамы, ойлаған аяулы халық қамы. Жап-жасыл, жайқалатын жапырағы, Алтынсарин елімнің алтын бағы. Алтынсарин мазмұнды өмір сәні, үлгі болып алдыңнан жолығады. Шырт ұйқыдан оятқан бабамыздың, Алтынсарин даланың қоңырауы. Амансыңдар ма балалар? Саламатсыздар. Ой, рахмет айналайындар. Оқу білімнің қайнар бұлағы. Білім адамзатқа берілген үлкен мұхмет. Оқу оқысақ, көзіміз ашылып, көкірегіміз оянады. Ал шәкірттерім, араларында өздеріне арнап жазып қалдырған өлеңдерін жатқа білетін оқушы бар ма екен? Яда. Біздің өлеңімізді көңілге түйіп оқимыз. Себебі оқу білімге шақырады. Қиялымызға қанат білдіретін өлеңдерімізді мектеп оқушылары жатқа жаттаймыз. Ой, бәрекелді. Сол жарыса жаттап жүрген оқушыларды тыңдасам деймін. Әрине ата. Ыбырай Алтынсарин, кел балалар оқылық. Бір Аллаға сыйынып, кел балалар оқылық. Оқығанды көңілге, ықыласпен тоқылық. Істің болар қайыры, бастасаңыз Аллалар. Оқымаған жүреді, қараңғыда қармалап. Кел балалар оқылық. Оқығанды көңілге, ықыласпен тоқылық. Оқысаңыз балалар, шамнан шырақ жағылар. Тілегенің алдыңнан іздемей-ақ табылар. Кел балалар оқылып, оқығанды көңілге, ықыласпен тоқылып. Мал дәулеттің байлығы, бір жұтасаң жоқ болар. Оқымыстың байлығы, күннен күнге көп болар. Еш жұтамақ жоқ болар. Кел балалар оқылып, оқығанды көңілге, ықыласпен тоқылып. Сыйса көйлек үстіңе, тоқуменен табылған. Сауысқанның тамағы, шоқуменен табылған. Өнер білім бәрі де оқуменен табылған. Құрметті ұстаздар, бүгін біз мектепте жас ұстаздармен ұлы ақын, ағартушы Ыбырай Алтынсариннің 180 жылдығына байланысты балалар әдебиетінің негізін салушы дара тұлға Ыбырай атты конференция өткізіп отырмыз. Конференцияға қош келдіңіздер. Оқып білім алып, өз тізгінін өз қолына алған күннен бастап Ыбырайдың сүйгені де, сүйенері де халық болды. Сол халықтың келешегі үшін басын бәйгеге тігіп, белсеніп іске кірісті. Кейінгі жағдаймен санаса отырып, Алтынсарин екі түрлі ірі мәселені алдына мақсат етіп қойды. Біріншісі мектеп ашу, бала оқыту, жалпы халықтың сауатын ашу. Екінші, халықтың ой санасын жаңалыққа қарай бейімдеу жолындағы тәрбиелік істері. Әр сөзі кімге болса да ой салар, ұзақ жыр деуге болады. Ел аузындағы әңгімелер де, шешендік сөздер де, оның есімі әрқашан алталашқа белгілі шешен билермен бірге аталады. Әрине ол ең алғашқы ұстаз Ыбырай Алтынсарин. Енді міне, құрметті ұстаздар, алтыларыңызға 4-5 түсті карточкалар қойылды. Енді осы карточкалардың артында сұрақтар жасалған. Осыны бір түсті таңдайсыздар, қай түсті ашайын?
Құрметті ұстаздар, мінекей біздің мектебімізде Ыбырай өз мектебіміздің аты өз Ыбырай Алтынсарин атында, иә? Міне сол Ыбырай Алтынсарин атамыздың осы 180 жылдық мерейтойына байланысты кітап көрмелері ұйымдастырылды, бұрыштар ұйымдастырылды. Мына картаны біздің мектептің өзінің ұстаздары жасады, өздеріңіздің қолдарыңыздан шықты осының бәрі. Мына Ыбырай атамыздың шежіресі, ата тегі. Енді ұлылардың ұлы ұстазы, сіздердің ұстаздарыңыз, біздің ұстазымыз осындай тәлім тәрбие бізге тастап кеткен. Сол кісінің ізімен сіздер де өстіп, шәкірт тәрбиелеп, осындай жетістіктерге жете беріңіздер. Сіздердің де аттарыңыз шығып осы Ыбырай сияқты атақты ғалым, доцент, профессор болуларыңызға тілектеспін.